Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Махамбетқызы Қарақат. Бүгінгі біздің қорғайтын тақырып бұл Қазақстан Республикасының аумағындағы санитарлық қорғау. Оның ішінде обалық эпидемиологиясы және оның алдын алу. Ең алдымен жоспарға тоқталатын болсақ, бізде біріншіден кіріспе, яғни санитарлық қорғау ұғымы және оның маңыздылығына тоқталатын боламыз. Оның ішінде, яғни Қазақстан Республикасының санитарлық қорғаудағы заңнамалық және ұйымдастырушылық негізі. Келесі ол санитарлық қорғаудың аймақтары және практикалық шаралар. Оның ішінде әсіресе обаға тоқталатын боламыз. Сол обаға қарсы санитарлық эпидемиологиялық алдын алу шаралары және де қорытынды, яғни негізгі ұсыныстар және денсаулықты сақтау жүйесі үшін ұсынылатын әрекеттер. Ең алдымен негізгі бөлімге тоқталатын болсақ, санитарлық қорғау дегеніміз не? Санитарлық қорғау дегеніміз бұл халықтың денсаулығын қорғау мақсатында қауіпті факторлардан, яғни химиялық, биологиялық, физикалық, радиациялық тұрғын аймақтарында өндірістік нысандарын және жалпы қоршаған ортаны қорғау жүйесі болып табылады. Қазақстанда бізде санитарлық қорғау шаралары мемлекеттік деңгейде реттелінеді. Сонымен қатар бізде жүйелі мониторинг, профилактика, нормативтік нұсқаулық және шұғыл реагирование, яғни шұғыл түрде реакция беру механизмін қамтиды. Енді осы Қазақстан Республикасының санитарлық қорғаудағы заңнамалық және ұйымдастырушылық негіздеріне тоқталатын болсақ, біріншіден заңнамалық база, яғни Қазақстанның санитарлық талаптарына сәйкес бізде ресми нормалық актілер бекітілген. Мысалы, денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы бойынша өндірістік және білім беру объектілеріне қойылған санитарлық эпидемиологиялық талаптар, яғни мектептерде болсын, жоғары оқу орындарында болсын, тіпті больницаларда болсын, бізде санитарлық эпидемиологиялық нормалар сақталуы тиіс. Санитарлық қорғау аймақтарына қажетті ережелерді және олардың өлшемдерін заңнамалар мен министрліктер арқылы анықталатын болады. Бізде олар мониторинг, лабораториялық диагностика және карантиндік қызметтер арқылы ұйымдастырылып жатыр. Енді осы санитарлық қорғау аймақтарына тоқталатын болсақ, және оның профилактикалық шаралары. Біріншіден, санитарлық қорғау аймақтары, яғни бұл өндірістік, коммуналдық, қойма және басқа да объектілерде тұрғын алаптардан, яғни ажыратылған арнайы аймақ болып табылады. Бұның мақсаты қандай? Бұл біріншіден қауіп факторлерін халыққа әсер ету, яғни санитарлық қорғау аймақтарындағы өлшемдер мен объектілердің түрлеріне байланысты анықталады және оларды нормативтік құжаттарымен көрсетіледі. Келесі ол бізде профилактикалық шаралар, яғни ластану көздерін бақылау, ауа, топырақ, су мониторингі, санитарлық тазалау және өндірістік, тұрмыстық, өнеркәсіпті қалдықтарын жоюы реттелініп отырады. Бұл бізде тұрғындардың қауіпсіздік талаптарын сақтау жөніндегі нұсқаулықтар арқылы, сонымен қатар өңірлік мониторинг жүйелері, яғни ауаның сапасын, эмиссияларын және де эпидемиологиялық көрсеткіштерінің үздіксіз бақылау болып табылады. Енді бізде оба эпидемиологиясы, осы оба эпидемиологиясы бізде қоздырғыш, резервуар және де векторлары мен клиникасына тоқталатын боламыз. Біріншіден, қоздырғышы. Ол бізде мына жерде жазып тұрғандай Yersinia pestis, яғни ол бізде грамм-теріс бактерия болып табылады, адамға және жануарға зиян келтірмейді. Келесі резервуарлары, яғни табиғи ошақтарға, яғни басты резервуар болып табылады. Әртүрлі кеміргіштерге, мысалы, шөлді далалар мен дала түрлеріне байланысты бізде резервуарлар бар. Келесі ол бізде векторлар, яғни аурудың адамға берілуінен басты рөлі болып табылады. Кеміргіштердің бүргілері, яғни флесктерді айтуға болады. Сонымен қатар бізде инфекциялық жануарлармен тікелей байланыс кезінде, мысалы, бізде сыртқы жарақат алған кезде жануарларды өңдеу деген сияқты сондай берілуі мүмкін. Сол арқылы бізде ауру келесі адамға таратуы мүмкін. Келесі ол бізде клиникалық нұсқаулар, яғни бобындық, бұл бізде лимфотүйіндердің ұлғаюы және де бізде тағы да бар, ол бізде лептемикалық және пневмониялық түрлері де бар. Яғни пневмониялық формаға тоқталатын болсақ, бұл жақта бізде ауа тамшы арқылы тез таралып кетеді және ол қауіпті болып табылады. Уақытылы антибиотиктерді емдеу, яғни негізгі қорғаныс әдісі болып табылады. Енді бізде оба эпидемиологиясының Қазақстандағы жағдайына тоқталайық.
Біріншіден, табиғи ошақтар. Бізде Қазақстан территориясында үлкен бөлігінде әртүрлі деректер бойынша, яғни 0,9-1,6 миллион километр куб сәйкес, ол бізде обаның табиғи ошақтары тіркелген. Яғни олар көбінесе батыс және оңтүстік орыс аймақтарында орналасқан. Нақтырақ айтатын болсақ, бізде беттақ Мойынқұм, Қызылқұм және басқа жерлерде оба көбіне тараған және енді аздап өзгеріске ұшырап келе жатыр. Зерттеулер бойынша республикада бірнеше негізгі және автономды табиғи ошақтар бар. Олар бізде әртүрлі талдаудар, негізгі және 6 негізгі және 20 автономды ошақтар және 102 ландшафттық эпизотипиялық аймақтар бар. Енді біз тарихи және соңғы оқиғаларына тоқталатын болсақ, бізде 1990-2000 жылдарда, сондай-ақ 2000 жылдардың басында кейбір аймақтарда бізде адамдар аурулары тіркелген. Мысалы, 2002 жылы бізде оқиғалар есептерін жайында айтатын болсақ, ғылыми зерттеулер мен молекулалық талдаудар, яғни жаңа айтылып кеткен қоздырушы пестистің табиғи ошақтарының сақталуында растайды. Яғни қазіргі кезде санитарлық эпидемиологиялық қызметпен арнайы обаға қарсы санитариялық мониторинг пен шұғыл әрекет ету жүйесін ұстап отқан болатын. Енді обаға қарсы алдын алу және басқару шаралары, яғни медициналық және санитарлық тұрғыдан айтатын болсақ, біріншіден мониторинг пен ерте анықтау. Бұл өте маңызды сала болып табылады, себебі әр аурудың алдын алу үшін ең алдымен біз мониторинг жүргізуіміз қажет. Яғни табиғи ошақтарда кеміргіштер мен бүргілерді жүйелі түрде зерттеу керек. Лабораториялық диагностика және молекулярлық әдістер арқылы патогендерді анықтау керек, немесе бақылау керек. Бұл шара бізде эпизотопияларды, яғни эпизотопия дегеніміз эпидемиологиялық ауруларды тудырушылар, кеміргіштер, жануарлар деген сияқты. Жануарлардың арасындағы ауру толқынынан, яғни біз оны эпизотопия деп атаймыз. Соларды анықтауға және адам жұқтырудың алдын алуға бізде мүмкіндік беру керек. Келесі ол бізде вектор және резервуарларға қарсы шаралар. Яғни кеміргіштерге қарсы дезинфекция және дератизация, яғни толықтыру, тозақтар, қатты тұрмыстық және ауыл шаруашылық қалдықтарын басқару, сонымен қатар ашық үй жануарларын емдеуді реттеу. Яғни бізде үй жануарларының өзі вакцинация алып отыру қажет, себебі сырттан келген ауруларды тез жұқтыру алу қаупінен бізде аурулардың таралуы мүмкін. Сонымен қатар, ауылдық жерлерде бізде санитариялық тәртіпке сақталу керек. Келесі ол бізде бүргілерге қарсы, яғни инсектицидті өңдеу керек, яғни үй жануарлары мен қоймаларды бүргелерден қорғау керек. Келесі бұл бізде қоғамдық және денсаулық сақтау шаралары. Біріншіден ол бізде табиғи ошақтарға және эпизотопия болған аймақтардың тұрғындарын бізде ақпараттандыру керек. Бұл өте маңызды, себебі қарапайым бізде, мысалы, ауылда болған оқиғаны айту үшін біз халықты ақпараттандыруымыз қажет. Ол қалай? Мысалы, ақпараттарды бізде арнайы чат арқылы немесе телевизия арқылы көрсетілу керек. Яғни жануарлармен байланыс, аңшылық және өлі жануарларды өңдеу қаупі туралы кеңес көрсету керек. Келесі ол бізде ауру белгілері пайда болса, яғни қызба, лимфа түйіндерінің ісінуі, жөтел, тыныс алу симптомдары пайда болған жағдайда жедел медициналық көмекке жүгінуі тиіс. Келесі ол бізде медициналық диагностикалық және емдеу шаралары. Бұл өте маңызды, себебі аурулардың алдын алудың ең басты жолы бұл бізде медициналық және диагностикалық емдеу шаралары болып табылады. Ерте диагностика үшін бізде клиникалық белгілері мен экспозиция тарихын ескеру керек, яғни зертханалық растамалар, бізде мәдениет, ПТР және сонымен қатар серология қарастырылатын болады осы орайда. Сонымен қатар антибиотиктік терапия, яғни ауруды емдеудің негізгі әдісі болып табылады. Инактивация, яғни емдеу хаттамаларын ұлттық клиникалық нұсқауларға және World Health Organization ұйымдарына сәйкес жүргізіледі. Келесі ол бізде пневмоникалық формада, яғни ауа тамшы карантиннен тапсыру керек. Келесі ол бізде карантин және шұғыл әрекет ету анықталған адамның немесе
эпизотопия ошақтарында шұғыл санитарлық шектеулер енгізу керек. Ол бізде карантин, контакт аймақтарында профилактикалық антибиотиктер, кей жағдайларда бізде вакцинация, яғни вакцинацияның қолжетімділігі және қолдану стратегиясы елдегі протоколдарға байланысты болады. Өңірлік оба станциясы, яғни эпизодтық жауап пен кең ауқымды дезинфекция жұмыстарын ұйымдастыру керек. Келесі ол бізде заңдық ұйымдастырушылық әрекеттер. Біріншіден, санитарлық норма мен талаптарды орындауда қамтамасыз ету керек, яғни өндірістік объектілер үшін бізде санитарлық қағида ақпараттандыру керек және оларды бақылау керек. Ауылдық аймақтарда халық денсаулығын қорғау шаралары, яғни қалдықтарды басқару, сумен жабдықтандыру, зоонозды инфекцияларға мониторинг жүргізу, ресми өкілдермен санитариялық қызметкерлерге бізде тікелей өкілеттілігі бар. Осы ақпараттарды таратуға және заңнамалық ұйымдастырушылықпен бұл проблеманы шешуге. Келесі ол бізде қоғамдық денсаулық және профилактикалық ұсыныстар. Бұл ұсыныстар өте маңызды, себебі әрбір аурудың таралуы, оның ішінде обаның таралуы өте қауіпті болғандықтан, тиісті түрде профилактикалық ұсыныстар жүргізілу керек. Мынадай ұсыныстарды айтуға болады. Біріншіден, ол табиғи ошақтарды жақындаудан сақтану, яғни жабайы жануарлармен байланысқа түспеу керек. Келесіден, ауыл тұрғындары мен аңшыларға арналған ақпараттық науқандар, яғни кеңес беру, суреттер, қағидалар деген сияқты. Келесі, ауру белгілері бар адамдарды дереу медициналық тексерісті өткізу керек. Сонымен қатар медициналық мекемелерде бізде изоляция және жеке қорғану құралдарын қорғану керек. Арнайы киім кию, жаңағы егер жұқтырған адам болатын болса, оларды арнайы камераға апарып, оларды емдеу шараларын жүргізу керек. Келесі ол бізде кеміргіштер мен бүргілерге қарсы тұрақты дератизация және дезинфекция жүргізу керек. Лабораториялық жүйені күшейту, яғни жылдам диагностика, ПТР және молекулалық типтеу, эпидемиологиялық бақылау үшін қажет. Келесі ол бізде өңірлік оба станцияларының техникалық және кадрлық мүмкіндіктерін қолдау керек. Себебі обаның алдын алудың бірден-бір жолы бұл осы станциялардың техникалық және кадрлық жағдайын тексеру. Енді қорытындылайтын болсақ, жалпы Қазақстан Республикасының территориясында обаға тән табиғи ошақтар кең таралған. Олар бізде елді аумақтардың ең үлкен бөлігін қамтып жатыр. Сол себепті бізде оба эпидемиологиясы ұлттық және аумақты деңгейде тұрақты бақылауға талап ету керек. Санитарлық қорғау жүйесіне тоқталатын болсақ, жалпы санитарлық қорғау дегеніміз, жаңа басында айтылып кеткенде қысқаша анықтама беретін болсақ, әрқайсысына санитарлық қорғау жүйесі бұл бізде заңнама, яғни санитариялық қорғау аймақтары, мониторинг және эпидемиологиялық қызметтер арқылы жүзеге асырады. Бұл жүйені нығайту, яғни халықтың денсаулығын қорғаудың негізгі шарты болып табылады. Келесі ол бізде оба, яғни оба ол бізде зоонозды, қауіпті жұқпалы ауру болып табылады. Оның алдын алу шаралары бізде резервуарлар мен векторларды бақылау және эпидемиологиялық мониторинг жүргізу, ерте диагностика, антибиотикті емдеу және карантиндік шаралардан тұрады. Бұл ақпараттар бізде World Health Organization ұсыныстарымен ұлттық протоколдарды орындауда өте маңызды болып табылады. Келесі практикалық ұсыныстар, яғни өңірлік оба станциялары санитариялық, эпидемиологиялық қызмет пен жергілікті әкімшіліктік құқық, техника, материалдық және ақпараттық тұрғыда үздіксіз қамтамасыз етілуі тиіс. Себебі халықтың экологиялық және эпидемиологиялық сауатын арттыру бұл ұзақ мерзімді қорғаныс кепілі болып табылады. Мынау бізде қолданылған ақпараттар. Назарыңызға рахмет.